Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәнінен келешектің ғылымы тақырыбындағы сабағымды бастаймын. 42-ші сабақ. Бүгін сіздермен бірге қол жеткізетін мақсатымыз оқу түрлерін қолдана отырып шығармашылық жұмыстар жасаймыз. Оқушылар, біз қазір қашықтықтан оқуға бейімделіп жатырмыз. Әрине, оңай болып жатқан жоқ. Осы жағдайға сіздерге айтар кеңесім, ең бірінші сенім керек. Сабақ уақытысы қысқа, тапсырманы уақытылы орындау қиынға соғуы мүмкін. Алайда уақыт бар. Сол себепті қатты қобалжыма, бастысы тапсырманы дұрыс орындалып, сабақты түсінгенің. Ол үшін күн тәртібін құру, шыдамды болу, оқуға деген ынтаны жоғалтпау. Біз сендерге сенеміз, оқушылар. Ал енді балалар, ойың мен бөліс айдары. Мына суреттерге назар аударыңдаршы. Қалай ойласыңдар? Келешекте қай ғылым саласы өте қажет болады? Ол туралы қандай ақпараттар білесіңдер? Өзің қандай пәндерді ұнатасың? Қане, жауап беріңдерші, балалар. Мен өскенде астроном болғым келеді. Мен аспанды зерттеп, ғарышты зерттегім келеді. Және басқа да пәндер болатын болсақ, онда химия, биология, сосын математика, сосын компьютер деген мамандықтар бар. Сондай мамандықтар білемін. Ендеше, осылардың ішінде химия ғылымы дегеніміз не? Нені зерттейді, білесіңдер ме? Онда сендерге келесі бейне жазбаны тамашалауға ұсынамын. Химия ғажайып ғылым. Ол біз күнделікті кезіктіретін пайдалы және зиянды заттарды зерттейді. Химиямен айналысатын ғалымдарды түрлі заттардың ішіндегі болатын денелер және оларды қалай пайдалануға болатыны қызықтырады. Өйткені кейбір заттар пайдалы болса, кейбіреулері керісінше адам өміріне қауіпті болып келеді. Химиктер үнемі зерттеу үстінде жүреді. Бір, екі, немесе одан да көп элементтерді бір-біріне қосып, тәжірибелер жасайды. Өйткені олар әлемдегі кез келген құбылыстың сырын ашуға көмектеседі. Алған нәтижелерін дәрігерлерге, құрылысшыларға және де басқа да мамандық иелеріне ұсынады. Ал олар оны күнделікті тұрмыста пайдаланып, халық игілігіне жұмсайды. Міне балалар, химия саласы жайлы біраз ақпарат алдық. Онда келесі тапсырма, оқулық пен жұмыс. Алыптардың айтысы. Өлеңді рөлге бөліп түсініп оқып көрейікші. Кәне? Алыптардың айтысы. Электр. Жай отыннан жаралғам, найзағайдан нәр алғам. Көзді ашып жұмғанша кең әлемге таралғам. Қызмет етем адамға, қолған атпын маманға. Елгезекпін, ептімін, іс тындырам табанда. Мейлі қап мақтап даттаңыз, менсіз жоқ зауыт шақтаңыз. Орнынан жылжымас, менсіз пойыз артыңыз. Ғарышқа ұшқан ана бір жерсерік пен корабль. Күні жоқ менсіз, оның да нан басаңыз қара бір. Әлемге қуат әр бергем, жылылық жарық нәр бергем. Жарайсың, Аруай. Ары қаратай, химияны кім оқиды? Апай, мен айтсам бола ма? Жақсы, Мұстафа, жалғай ғой. Шарармын деп керекке, мен де келдім көмекке. Өзгерте алам, өзгерем, емеспін тек жөлекпе. Мен де керек бұйыммын, жасай білсең үйіңмін. Іше білсең тамақпын, кие білсең киіңмін. Ұшса ракет аспанға, қанат беріп жас жанға. Мен де қарап жатқам жоқ, тиісті үлес қосқанда. Бәрекелді. Адамның рөлін Абдрахман оқимын деп жазып жатыр.
О, қуатты электр, сенің қанат серігім, химияда керек бір қол қанатым көрігім. Бірің елге нұр төгіп, бөлесің жұртты жарыққа, екіншісің нұр төгіп, ырыс байлық халыққа. Менде білім, сенде күш, химияда айладыз, қол ұстасып үшеуміз ұшамыз әлі айғалыс. Айсыңдар балалар, керемет рөлге бөліп оқып бердіңдер. Енді балалар, қараңдаршы, бізге осы өлеңнің ішінен қандай жаңа сөздер кездесті? Дәптерімізге жаңа сөздерді жазып алайық. Жай оты. Қандай мағына білдіреді екен? Дұрыс, найзағай оты. Іс тындырам табанды. Лезде тез жасаймын деген мағынада. Химия, ғылым саласы. Осы түсінгендерің бойынша іздену жұмысын жасаңдар балалар. Электр қуаты тіршілік көзі тақырыбы бойынша айналаңнан мысалдар іздейді. Химия зерттеулер туралы не естіп жүрсіңдер? Бұл зерттеулер не үшін қажет? Бұл зерттеулер, электр қуаты және химиялық зерттеулер ең қажетті тіршілік көздері. Біздің тіршілік көзіне ең қажетті және біздің жануарларды зерттеу үшін ең қажет. Дұрыс айтасың, Абдрахман. Электр өте күшті. Арнайы мамандар ғана жұмыс жасаса қауіпсіз. Оқ көзі барлық істе аса қажетті. Ол бізге жарық береді. Ал химия адам өзіне қажетті заттың түрін өзгертіп ала алады. Ағаштан үй, матадан киім, мұнайдан резеңке, дәрі жасайды. Ал адамдар электрді де, химияда адам көмегінсіз іске аспайды. Адамда білім, ал оларда күш бар. Солай ма балалар? Я, апай. Ал онда балалар, сабақты қорытындылайық. Балалар, әдебиет оқу сендердің сөздік қорларыңды байыта түсті. Ең бастысы оқып, жазып, тыңдап, ойыңды айтып үйренгендеріңе қуаныштымын. Кейіпкер рөліне де еніп сөйледіңдер. Ал енді сендер үйде өз беттеріңмен кім болам тақырыбына эссе жазып пікір білдіріңдер.